ертең Алла қаласа кедейліктің жібін үземін Аллахтың қалауымен. Елге пайданы тигіземін. Жүрген жерде адамдарға қуанышына жүремін деп ниет қылған едім. Аллахтың мейірімділігі көп жұмыс жасадым, әр жерде жасадым. Бірақ Аллаға шүкір, әйтеуір өз орнымды таптым. Қазір Эверест деген Қазақстанға танымал компания, білесіздер, халықтың денсаулығына пайдалы заттармен алғысын жатырмыз. Кәсіпкер, блогер болуға алғаш қадамды маған жасауға үлес қосқан, ол жасағандарым Аллаға разы болсын. Екінші айтқан ғой, тойыңызды сөйлеп жатқан, аға айтыңызшы, не болып айтыңызшы деді ғой. Көресіздердің тойыңыз сабырмен башарыңыз болып кетеді. Олжастан інімізбен, Ақбота келінімізбен менің өзімнің компаниям, Эверест компаниясының атынан өмірлері тәтті болсын, балдырайды, бала егер ниет қылдым, Дубайға жолдама егеріне. Келесі айларда мен өзімнің жұбайымды алып, Дубайға барып деп отырмын, Олжастан інімді өзімнің інімдей бауырымдай жақсы көріп қалып үшін елдің баласы екен, молодец. Бірге барып, дем алып, Құдай қаласа, бірге қайтамыз. Олжастан елдің балалары бір-бірінің батырын дейді. Бір-бірін сыйлап, құрметтеп, иншаллах осылай жақсы өмір сүрейік дейді.